Жалпы Қызылордада діни ахуал тұрақты деп айтуға толық негіз бар. Қазір қала көлемінде 24 мешіт жұмыс жасап жатыр. Оның барлығы осы жамағаттың тұрақтылығы үшін, жалпы мешітке келуші біздің халықтың діни дұрыс білім алу үшін жұмыс жасап келе жатырмыз. Қасиетті Рамазан айы келді. Аллах Тағала қасиетті Құранында Рамазан айының туған көрсеңдер ораза ұстаңдар дейді. Бұл Алланың бұйрығы, барша балиғат жасына толған ақыл-есі дұрыс азамат-азаматшалар ораза ұстауы керек. Енді оның ішінде қазіргі кезде жастарымыздың ауыз бекітіп ораза ұстап жатқан жастарымыз өте көп. Бұл әрине бізді қуантады. Ғалымдардың мындай сөзі бар: ораза ол ораза ұстағаннан кейін басталады дейді. Бізде көбінесе жастарымыз оразаны ұстайды бір ай, сосын бір айдан кейін баяғы қаз қалпына түседі. Бұрынғы дұрыс емес әрекеттерін қайтадан жалғастырады. Біз оразада қалай тыйа алатын болсақ, онда сол жаман біздің рухани дамуымызға кері әсер ететін, біздің жалпы физикалық дамуымызға кері әсер ететін біздің дұрыс емес амалдарымызды оразада қалай тоқтатсақ, оразадан кейін де дәл солай тоқтатуымыз керек. Біз соны насихат қыламыз. Өйткені оразаның қабыл болуының белгісі оразадан кейін біздің өзгеруіміз екен. Сондықтан бұл Алланың бізге берген үлкен бағы. Өйткені оразаны қанша миллиардтаған адамның ішінде сіз ұстап сауап алайын деп, Алланың сізге назары түсіп, сіздің жүрегіңізге кішкене нұр ұялаған кезде, соны одан сайын ары қарай дамыту біздің міндетіміз. Сондықтан барынша жастарға айтарымыз, жалпы халыққа, қоғамға айтарымыз, осы ораза ұстау арқылы біз нәпсімізді тәрбиелеуіміз керек. Ихсан деген бағыт бар діни басқармада. Ихсан деген ол жан тазалығы. Осы ораза адамның жанын тазалайды. Неге? Өйткені ораза ұстаған адам біреуді жамандамайды, біреуді ғайбаттамайды, өсек айтпайды, тілімен балағат сөз айтпайды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ораза қалқан дейді. Бұл адамды осылай жақсылыққа тәрбиелейтін, адамға тек қана рухани да, бұл физикалық тұрғыдан да күш беретін үлкен құлшылықтың бірі. Сондықтан барша қазақстандық бауырларымызға қасиетті Рамазанда ұстаған оразалары қабыл болсын дейміз. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Тек қана жақсы күндерде, бейбіт күндерде елдің амандығы мен тыныштығы мен жақсылықтарға жете берейік. Алла разы болсын.